Сәлем достар, менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі бәліш, яғни орысша айтқанда творожный пирог жасаймыз. Бөлме температурасында жұмсарып тұрған майымызға жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз. Осының барлығын жақсылап тұрып, шанышқының көмегімен жақсылап тұрып араластырып езіп аламыз. Мінекей осы дайын болған езбеміздің үстіне енді ұнымызды және қопсытқышымызды салып, жақсылап тұрып, араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жақсылап тұрып, қамырымызды илеп аламыз. Мінекей осымен біздің қамырымыз дайын болды, қолға жабыспайтындай, мынандай жұмсақ қамыр болады. Енді осы қамырымызды екіге бөлеміз де, бір бөлігін өзіміздің бәлішімізді пісіретін форманың түбіне салып, қолымызбен былайынан жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Екінші бөлігін шет жағына қарай жабыстырып шығамыз. Енді қамырымыз біркелкі болу үшін стаканның көмегімен немесе шанышқының көмегімен былайынан міне біркелкі қылып тегістеп шығамыз. Мінекей осымен біздің қамырымыз дайын болды. Бұны енді біз тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Ал өзіміз болсақ, ішіндегі салмасын дайындауға кірісеміз. Енді сүзбемізді, жұмыртқамызды, қантымызды және қаймағымызды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Егер сүзбеміз жұмсақ болса, түйіршіктелмеген болса, онда тек қана шанышқының көмегімен араластырсақ жеткілікті. Егер сүзбеміз түйіршіктелген болса, онда оны блендермен езіп алған дұрыс. Менде түйіршіктелген болғандықтан мен блендермен езіп алдым. Мінекей біздің салмамыз дайын. Жаңағы формамызға құямыз да. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 35-45 минут пісіреміз. Әрине өздеріңіздің пештеріңізге қарай бейімделіңіздер. Мінекей осымен біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Дәмі тіл үйірердей өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.